Сәлеметсіз бе, құрметті балалар, мен сізге бүгін картонға гравюраны қалай жасау керектігін түсіндіремін. Бізге қажет заттар: қалың картон, губка, ыдыстағы су, палитра, гуаш, желім және де қайшы. Біріншіден, гравюра үшін эскиз жасау қажет. Біздің жағдайымызда ол қоянның эскизі. Біздің эскизімізді бөліктерге бөліп, оны картонға аударып, соны кесеміз. Кейбір бөлшектері жақсы шығарылу үшін бірнеше данада кесілуі керек. Мысалға, ол мен алдын ала дайындалған бөлшектерім. Енді оны желім арқылы картон негізіне жабыстырамын. Алдымен мен желімнің көмегімен шөптің бірінші қабатын жабыстырам. Түсіп қалмау үшін оларға жақсылап басу керек. Енді біз шөптің екі қабатын жабыстырғаннан кейін қоянның денесін жабыстырамыз. Алдымен оны желімдейміз. Оны да құлап қалмау үшін жақсылап басу керек. Енді біз қоянның басын жабыстырамыз. Ендігі кезекте қоянның аяғын жабыстырамыз. Қоянның сол құлағын жабыстырамыз. Енді қоянның оң құлағын жабыстырамыз. Біз сол гравюраны тағы да бірнеше рет қолдануымыз үшін оны жақсылап жабыстыруымыз қажет. Енді біз ұсақ бөлшектерді жабыстырамыз. Сендер өз эскиздарында тым көп ұсақ бөлшектерді жасаманы себебі оларды картонда қиюға қиынға соғады. Тағы да сендер өз қалауынша шөпті, қоянды немесе аспанды әртүрлі түстермен боя аласыз. Сол үшін сіз картонды гравюраға түрлі түсті гуашты жағасыз. Қажетті түсті біз сумен араластырып, оны қаймақтың консистенциясына дейін сұйытамыз. Енді біз картондық негізге бояуды жағамыз. Губканы бояудың ішіне батып, картондық негізге жағамыз. Біз соны тез жасауымыз керек, себебі бояуымыз кепсе, бізде ештеңе шықпайды. Енді біз бояғаннан кейін ақ қағазымызды сол картондық негізге қойып, соған жақсылап басамыз. Барлық бөлшектер шығарылу үшін жақсылап басу керек. Бастырып шыққаннан кейін бізде осындай сурет шығады. Техника картонда гравюра деп аталады. Және де сіз сондай суретті үйде де жасай аласыз. Сабағымыздың соңында менде сізге 3 сұрағым бар. Бірінші сұрақ: мен қолданған техника қалай аталады? Екінші сұрақ: гравюра техникасында неліктен мен бөлшектерді бір-біріне жабыстырдым? Үшінші сұрақ: гравюрада әртүрлі түстерді қолдануға бола ма?